Оян бағдарламасындай әрбір көрерменнің таңы жарқырап, көздерінде оттары лаулап, өмірге деген құштарлықтары басылмай, осындай алапат дүниелерді, мақсаттарды, әлем деңгейіндегі жақсылық жасау қағидаттарын барынша насихаттап, ұдайы өзімен даму болса деген, өзімен ұдайы даму болса деген айқын мақсаттардың төңірегінде жасалған бірегей туынды. Бәрекелді. Не деген үндесу, не деген сіз біздің бағдарламаны көріп отырып жасаған секілдісіз бе деп айтайыншы мен. Жасанды интеллект пен адамның бәсекесі арасындағы негізгі шешуші фактор ретінде қарастыруға болатын секілді. Өйткені мысалы қазір батыстағы суретшілер, көркемөнер шеберлерінің барлығының алаңдайтын нәрсесі осы ғой. Бізді жасанды интеллект басып кете ме? Әрине, себебі өнер ғылымнан биік тұрады. Себебі өнер арқылы руханилыққа, адам тәрбиесіне негіз бар. Мысалға, мұндағы ерекшелік тағда бұл осы адам қолмен жасалғандықтан, бұл адамның сезімі, адам жүрегінен шыққан алапат дүниелердің барлығы ақпарат төңірегінде жарық көргендіктен бұны технология қайталай алмайды. Соның салдарынан бұл 100% қолмен жасалған барлығы. Қандай материалдан дайындалған бұл? Бұл бізде арнайы материалды ойлап таптым. Өте жеңіл, бірақ өте қатты материал. Бұл мен мына қазіргі нарықтағы бірегей дүниелерді жасайтын. Мысалға айтсақ, көліктердің жылдам жүретін көліктердің мына құрылымын, каркасын жасайтын материал. Мысалы, карбон дегендей. Енді Сыр мырза, айта кетіңізші, сіздің дайындаған жаңалықтарыңыздың арасында бүгінгі өтетін көрмеден бөлек, осы жаңағы бой өрнектерден бөлек тағы бір жаңалығыңыз бар деп естідім. Бұл біздің бағдарламаға, біздің бағдарламаның жетекшісіне тікелей байланысты секілді. Әйгерім Шаймерден ханым көріп отырса, жалын сәлем. Жалын сәлем. Бұндағы ерекшелік жалпы шығармашыл адамдары өздерінің шығармашылығын қалай насихаттайды. Қазіргі жаһан заманында шығармашыл адамы кәсіпкер де болған абзал. Себебі бұл энергияны барша әлемге, халыққа насихаттау үшін белгілі бір кәсіпкерлікте білім қағидаттары қажет. Мысалға, дәл қазіргі уақытта Кит Астаца қауымдастығындамын, кәсіпкер ретінде де. Сонымен қатар, соны біріктіріп, бір идея төңірегінде мықты идея жарық келді. Соны біздер Оян бағдарламасымен коллаборациялық үйлесімділікте өзінің идеялық мәндерін тауып, енді біздер міне жасау шеңдегіне кіріспекшіміз. Жақсы, тамаша. Бұл өте қызықты жоба болмақ. Өте қызықты жоба болатынына біз ешқандай күмәніміз жоқ. Кішкене ғана шымылдықтың бір жақ шетін ғана ашып қойдық, құрметті көрермен. Енді Оян бағдарламасы сіздерді де таңғалдыру үшін, осындай өнерге, осындай жасампаздыққа сіздерді де ынталандырып, шабыттандыру үшін барын салады, және оған бізге осындай талантты Сырым секілді азаматтың көмектескелі жатқанына, ықпал еткелі жатқанына біз әрине қуаныштымыз. Көп рахмет дейміз келгеніңізге. Алдағы шығармашылық көрмеде болсын, тағы да басқа дүниелерде, әлемдік аренада бағанағы айтқай сақтардан бері осындай көне дәуірден бері келе жатқан осы бір өнер ұғымын сол баз қалпында, саф қалпында сақтап, ары қарай жалғастырып келе жатқаныңызға рахмет айтамыз, және оның үлкен табысқа жеткізетініне, сіз айтқандай кәсіпкерлікпен байланысып, үндесіп кететініне сеніміміз мол. Көп рахмет дейміз. Көп рахмет. Қош көрдік.